Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Айгерім. Бүгінгі видеода мен Work and Travel программасымен барып келген опытыммен бөлісетін боламын, және де көп қойылатын сұрақтарға жауап беремін, және кезінде өзім барып келген адамдарға қойғым келген сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Мен 2025 жылы осы жазда, яғни 2025-тің жазында 3-ші курс бітіргеннен кейін Work and Travel программасымен Америкаға барып келген едім. Өзім қазір Асфендияровта 4-ші курста оқып жатырмын, және де менің айтатын кеңестерім өте көп, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Work and Travel программасы деген не деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол білмеймін, әр адамға әртүрлі, яғни жеке дара. Мен үшін Work and Travel программасы ол сен өзің еліңнен басқа елге барасың, және де өзіңнің еліңді, мәдениетіңді таныстырасың, және де өзің мәдениет таныстырмай қоймай, басқа елдің мәдениетімен танысып, сол Американың әртүрлі жақтармен танысасың, және де басқа елдерден, сіз сияқты мыңдаған елдерден студенттер келеді, және де сол келген студенттердің елдерімен танысасыз. Жалпы айтқан кезде бұл сол елдің мәдениетімен танысу болып саналады. Work and Travel программасымен бармас бұрын сіздерге қандай критерийлер қойылады? Ең бірінші, сіз студент болу керексіз, яғни нақты жас аралықтарын білмеймін, бірақ сізге 18 бар болу керек, 18 бен 25 аралығы может быть, сондай студент болу керексіз. Міндетті түрде бакалавр, яғни 4 жылдық білімдеріңізден кейін медицинаға бола береді негізі, және де кейін магистратураның 1-ші курстарына, 2-ші курстарына может быть баруға болады. Ең басты критерий, сіз студент болу керексіз. Work and Travel программасымен бару үшін сізді сол жаққа жіберетін компания болу керек. Ал ол компанияны қалай таңдаймыз? Сіздер естен шығарсыздар, әртүрлі кейсе, ЦМО, Opportunity деген сияқты. Яғни сіздің сол Америкаға баруыңызды басынан аяғына дейін сіздің жаныңызда жүретін компания болу керек. Ал компанияны таңдауға келетін болсақ, жалпы мен Opportunity компаниясымен барған болатынмын. Opportunity компаниясын таңдаудағы басты себебім, мен негізі сол күні, мен Алматы қаласынамын, мен сол күні 2-3 компанияға консультация бару керек болып планировать еткенмін, бірақ мен сол кезде ЦМО ма, кесет па, әйтеуір ол кезде жабық болды, сөйтіп мен 2-ші Opportunity'ға бара салдым. И 2-ші консультациядан мен уже сол Opportunity'ға бара салып, 1-ші консультациядан Opportunity'дің жаңағы услугасын қабылдадым. Себебі менде сол жердегі консультациядағы қыз өте тартымды болды да, және де ол өзін күшті реклама жасағаннан кейін мен сол Opportunity компаниясын таңдаған едім. Негізі компания таңдау кезінде неге басты мән беру керек? Ең бірінші, сіздерге деген көрсетілетін қызмет. Сіз мейлі арзан төлеңіз, мейлі сіз қымбат төлеңіз, бірақ сізге деген қызмет ол, білмеймін, жоғары деңгейде болу керек. Программадағы ең маңыздысы ол жұмыс. Мен өзім Южная Каролина штатындағы Мертл Бич деген қалада жұмыс жасадым. Ол өте танымал деп ойлаймын, себебі көп қазақтар сол жақта болады деп естідім. Яғни ол шындық, шынымен өте көп қазақтар болды. Даже американецтердің өздері таңғалатын. Мысалы, такси отырсақ, жаңа ғана мен қазақтарда барып келдім, кеше де қазақтар көп болды деп көп айтады. Яғни сол штатқа, көбінесе сол қалаға көп қазақтар барады. Мен де солардың бірі болып бардым. Менің жұмысым морожен саттым, яғни бізде Рикарди деген бір американец бар, соның бизнесі бар, және де ол морожен сатады, и олар отбасы болып айналысатын. Және де сол отбасы болып айналысқан үлкен семьяға мен сотрудник болып кірдім. Жалақыға келетін болсақ, бізде сағатына $12 төледі. $12 бөлек, сағатыңа төлейтін зарплатаңнан бөлек бізде типстер болды. Ол басқа адамдарға қарағанда ол әлде қайда өте күшті. Себебі сіз осы жұмыс барысында бір айта кететін кеңесім, сіз жұмыстан кезде сол жағын сұрап алыңыз, то что тип болады ма, болмайды ма. Себебі ол өте маңызды. Өйткені біз сол арқылы, мен мысалы апта сайын беретін үйдің арендасын сол арқылы төлеп отырдым, продуктылардың бәрін сол арқылы алып отырдым. Типстарға келетін болсақ, қандай суммада бізге берілді? Әртүрлі. Біздің жұмысымыз тікелей погодаға байланысты болды. Если жаңбыр жауатын болса, біз мысалы жауып кетеміз. Кейде сенің жаңбыр жауғанда кішкене 1-2 сағат жаңбыр қоймай отырсың, сен отырасың, просто так, бірақ оған төлейтін. Ал егер кей моменттер болады, саған звондап, жоқ, қайта бер деп айтқан, сол уақытта қанша сағат істедің, соған ғана төленетін. Сондықтан жаңбыр жауған күндері мысалы типстер аз болып қалады. Мысалы, кейбір қыздар бізде $4 мен, өз басым мысалы мен минимум типсім $6 болған, яғни мен кей кездері $6 мен үйге қайтатын просто так. Ал бір моменттер болады, өте көп табасың. Мысалы, мен бір күнде $350 типс таптым, яғни ешқандай зарплатамнан бөлек $350 просто так, жартысы наличка, жартысы картамен болды. Солай мен үйге $350 мен қайтқан болатын. Ол менің сол күні істеген зарплатамды санамағанда. Сондықтан
өте күшті. Осы американецтердің бір жақсы жері осылай просто так ақша беретіндері сенің жасаған қызметіңе сені бағалап деген сияқты. Сондықтан жұмыс таңдаған кезде соны сұрап алыңыздар, то что тип болады ма болмайды ма деген сияқты. Екінші жұмысқа келетін болсақ, мен айтып кеткендей, менің қаламда жаңа Миртл Бичта қазақтар өте көп болды, және студенттер де өте көп болды, и мен екінші жұмыс таба алмадым. Бірақ мен ойлаймын, если мен өзім үшін прям менің мақсатым ақша табу болатын болса, егер маған қатты керек болса, мен ойлаймын, мен табатын едім. Бірақ менде қажеттілік болмағаннан кейін мен просто бір-екі рет просто өтірік іздедім, таппадым деген сылтаумен просто 3 ай бойы тек қана бір жұмыста жүрдім. Бірақ бізде болды, мысалы 2 жұмыс істеген, 3 жұмыс істегендер. Осы тұста айта кететін, неге екінші жұмыс таппағанымның бір себептерінің бірі ол графиктік проблемасы болды. Мысалы менің жұмысым қанша жерден күшті болса да, мысалы менде тип болса да, айтып тұрмын ғой, мысалы средний біз мысалы күнде $30 алып келе алатын едік, яғни орташа есеппен $30, $40, $60, 70-80, мысалы күшті жақтарға, күшті отельдерге тұратын болсаң, сен күнделікті $90 күнде алып келесің. Мысалы бір күнде $90 просто зарплатаңсыз. Бірақ бір минусы біздің графигіміз болды. Каждый суббота сайын бізде новый график шығып отырды. Ол жерде сен қай отельге тұрасың, қаншадан қанша уақытқа дейін сен тұратының жазылып тұратын. Біз оны алдын ала біле алмайтынбыз. Бірақ кейін ортасына қарай кішкене реттелді. Тек қана таңғы сменерге көп шығатын, бірақ мысалы 7 күн ба, 7 күннің 2 күні сен точно после обеда істейсің. Либо 5 күнде тек қана таңнан кешке шейін істейсің деген сияқты. Соның кесірінен біз екінші жұмыс таба алмадық. Ал егер сен сұрайтын болсаң, маған графикті дұрыстап беріңіз дейтін болсаң, білмеймін, сұраған уақыттарымыз болды, бірақ бізге бәрібір олай дұрыстап бермеген еді. Сондықтан да біз екінші жұмыс таба алмадық. Тапсақ тек қана кешкі мысалы 11-ден кейін боспыз ба, түнгі сменге ғана шыға алатын едік. Бірақ біз өзімізді қинағымыз келген жоқ, себебі түнде шығып қайтадан ертесі күні шаршап ана жұмысқа барып деген сияқты. Сондықтан да тағы да екінші кеңесім, жұмыс табатын уақытта сіздер оның графигін біліп алыңыздар. Если графигі прям тұрақты болатын болса, мысалы таңнан кешке шейін 4-ке шейін істейсің, 4-тен кейін боссың десе, онда басқа жұмыс табу алу өте оңай. 4-тен 8-ге шейін екінші жұмыс деген сияқты. Енді штатқа келетін болсақ, налогқа келетін болсақ, менің қаламда, менің штатымда жаңағы налог темасы болды. Әрбір алған затыңа налог ұстайды, әрбір зарплатаңнан налог ұстайды, 10%, 5%, 3%, 2% деген сияқты. Бірақ мен естігем, мен достарым мысалы налогсыз штаттарға барған, сондықтан сіздерде жаңа жұмыстану барысында сол штаттың налогына қарасаңыздар болады. Бірақ мысалы менде $12 алып отырсам да, мысалы мен $12 полностью алмайтын едім сағатыма, потому что оның бәрібір какой-то бөлігін налог алып қалатын еді. Бірақ мен естігем, то, что біз қайтарып алуға шансымыз бар. Ол жұмысқа әлі кіріскен жоқпыз. Қыстан кейін қаңтар айында біздің жаңағы полный зарплатамыздан алған налогтарымыз қайтарылады. Егер қайтарып жатса, ол жайлы тағы да бөлісемін, қалай қайтару керек, не істеу керек деген сияқты. Бірақ ең басты айтар кеңесім, сіздер жұмыс таңдамас бұрын штатқа қараңыздар. Ол штатта налог бар ма, бар болса қанша процент алады екен, егер сіздер үшін ол өте маңызды болса. Бірақ мен өз басым жұмыс іздеген кезде мен просто қыздардың, жанымдағы айтқан қыздардың осы жұмыста істеп келдік, өте күшті болды деген опытымен ғана таңдай салдым. Мен ештеңеге мән берген жоқпын. Даже мен зарплатамның $12 екенін потом білдім. Типа мен шенге қарамай таңдай салдым деген сияқты ғой. Сондықтан да егер сіздерге ақша жағы маңызды болса, сол жағын қараңыздар. Ол штатта налог бар ма, налог жоқ па деген сияқты. Жұмыс кезінде саяхаттауға болады ма деген сұраққа келетін болсақ, сіздерде мысалы сіздер аптаның 7 күнде жұмыс істейсіздер деп айта алмаймын. Бірақ егер сіз өзіңіз бара салып екінші жұмыс тауып алып, сондай пысық болатын болсаңыз, я, может быть, сіз үшін ақша маңызды болса, сіз күнделікті жұмыс істейтін шығарсыз. Бірақ біз жұмыс уақытында 4-5 күнге сұранып, 4 күнге сұранып, Чикагоға барып келген болатынмын, және де ол мен үшін өте күшті опыт болды. Себебі программаның соңында көп жерге біз саяхаттаған жоқпыз. Тек қана 1-2 штатқа бардық, и одан кейін уже үйге қайттық. Ал соның арқасында мен жұмыс уақытында сұранып барып келгеннің арқасында, мысалы, мен бір қаланы көріп келдім деген сияқты. Сондықтан да жұмыс барысында 1-2 күнге сұранып, бір айда 2 рет, 1 рет солай сұранып барып келген өте дұрыс деп ойлаймын. Және ол
сіздің бастығыңызға және сіздің графигіңізға байланысты. Келесі бізде хаузинг, тұрғын үйге, яғни тұратын жеріңе сен тағы да ақша төлейсің. Иә, болды. Бұл тоже адамға байланысты, бұл да тоже лотерея сияқты. Мысалы, мүмкін сіз бесплатно тұратын шығарсыз. Мен көп достарымнан естідім да, бір-екі адам просто бесплатно тұрған, ал керісінше басқалары өте көп доллар, мысалы $160-170 төлейді, бірақ какой-то кішкентай нәрсе, кішкентай үйде ештеңе жоқ, просто төсек и туалеті, уборный басқа жақта деген сияқты. Сондайлар болды. Жалпы мен өз опытыма келетін болсам, мен $140 аптасына төлеп отырдым. Жаңағы типтардың арқасында солдан тапқан ақшаларымды күнделікті жинап, әрбір жұма сайын біз сол хаузингке арендаға төлейтініміз $140. Біз екіэтажный үйде тұрдық, 6 қазақ қызы тұрдық. Тоже сіздің кіммен тұруыңыз, ол тоже бастықтарға байланысты, бірақ бізде ең басында қыста Америкаға бармас бұрын бізден сұрады, сіз жалғыз келесіз бе, сіздің жаныңызда подружкаңыз бар болса, жазып жіберіңіз деп бастықтарымыз жазған. Сол кезде мен бір подругамен баратын болғаннан кейін соның атын жазып жіберіп сөйткенбіз. Әрине біз екеуміз бірге тұрдық, және бізден бөлек бастықтарымыз қазақтармен тұрсын деп тағы да 4 қазақты қосып 6 қазақ қызы бірге тұрғанбыз. Және де тағы бір беретін кеңесім, жұмыс таңдаған кезде сіздерге хаузингті береді ме, және берсе қанша доллар, қанша теңге төлеу керек деген нәрсені біліп алыңыздар. Мысалы $140 біз еще келе салған кезде депозитқа $200 бердік. Оны бізге почтамен салып жіберем деген. Кстати, Америкада почтамен жұмыс жасайды. Сен мейлі карточка ал, саған ешкім Каспи Голд сияқты, былай Каспи сияқты Каспи Голд карточканы барып ала салмайсың, 5 минутта шешілмейді, ол бір айлап сенің почтаңа келеді деген сияқты. Сол сияқты, мысалы біз үйге бара салып, енді түстік, аэропорттан үйге бардық, $140 төледік, $140-дан бөлек $200 төледік депозитке деп. Бірақ ол депозит қайтарылады. Любой отельге, мысалы, Нью-Йорктан арендаға отель алып атсыз ғой, сіз міндетті түрде депозит төлейсіз. Депозит, конечно, қайтарылады. Бір $200 әлі қайтарылған жоқ, бірақ айтты, то, что бір ай көлемінде салып жібереміз деп. Келесі этапқа келетін болсақ, әрине бастысы ол виза. Бұл мен үшін любой Work and Travel программасымен баратын студент үшін өте маңызды. Өзім визаға 30 апрельде кірдім. Мен подругам 18 күні кіріп кеткен, ал мен одан кейін 30 апрельде кірдім. Мен үшін өте қиын болды, себебі мен қорқтым. Мен жақсы дайындалдым деп ойлаймын, өйткені мен даже мәтіннің бәрін жаттап алғам. Қойылатын сұрақтарды барынша жаңағы зерттеп, қарап сөйттік. Сол кезде мен қорыққан нәрсе, мен бірінші GPA-ім төмен болды. Мен GPA-ім ол кезде 2-де 8, 2-де сондай болды да. Және ол, мысалы, менің ассистентім үшін ол нормальный зат та, өйткені мен медицинада оқығаннан кейін біз үшін ол нормальный деген сияқты ғой. Ал ол басқа жаңа визаны адамдар үшін ол не нормальный, себебі сен GPA 3-тен жоғары болу керек деген сияқты темалар бар. Мен содан қорықтым, менің GPA неге төмен деген. Мен соған ответтер дайындап, өйткені мен ассистентті оқимын деп сөйтіп өз-өзімді жұбатқам. Ал екіншісі менің ағылшын тілі деңгейім. Менің ағылшын тілі деңгейім ондай күшті емес. Мен өзім Америкаға барған кезде ағылшыным жетпегеннен, былай өстіп жестармен жеткізіп жүрген адам болғандықтан, мен үшін ол өте қиын болды. Мен ойладым, мен қазір сұрақтар қойса, мен қазір потеря боламын, все деген сияқты. Бірақ менің түсінген нәрсем ол ең бірінші сіздің сенімділігіңіз ішіңіздегі. Өйткені мен көз алды, біз очередь болды да, мысалы визаға кірдік, 2-ші этажға бардық, и былайынан очередьпен жүрген кезде, енді көз алдыңда мынандай окошкалар болады, терезелер, ішінде адамдар сұрақ қояды. Кішкене мен енді естуге тырыстым, пысық болып, былай не айтып отыр екен, қандай сұрақ қойып отыр екен депші. Очередьте тұрмын хотя. И сол кезде көз алдымда 2 ұлға отказ берді да. 3-ші окошкаға кірген әлі есімде, сол 3-ші окошка 2 адамға отказ берді. И қарап отырмын, осы очередьте сосын не үшін отказ беріп жатыр екен деп, соның себептерін іздеп, миымда анализ жасап, сондағысы отказ бергендегі ол сенімділік. Олардың жауап берулері андай кішкене зажаты болып, бір-бірлеріне сөйлегендегі сөздері дұрыс шықпай, кішкене сенімсіз болғаннан кейін мен ойлаймын, оларға отказ берді. Бірақ сен білмейсің оларға не үшін отказ бергенін, ешкім білмейді негізі не үшін отказ бергенін. Әртүрлі стереотиптер бар. Мысалы, Түркістанда
шымкенттен оқып келгендерге отказ көп береді деп естігем. Не үшін? Себебі көп өздерінің нелерін құртып алған, көп шымкентте барған студенттер сол жақта қалып қалған. Шымкентте оқитын студенттер, шымкентте туылып алматыда оқитын емес, сол шымкентте оқитын студенттер көбісіне отказ береді деп естігем, себебі олар сол жақта қалып қалады деп. Бірақ мен ойлаймын, ол тоже стереотип, себебі тоже жанындағы бір-екі адамға одобрение берілді. Сонымен қатар 4-ші курстағыларға берілмейді деп естігем, 4-ші курсты бітіріп барып жатқан студенттерге отказ беріледі деп. Бірақ менің жанымда 2 адамға тоже одобрение берілді, себебі олар өздерін уверен алып шықты. Повторниктер болғаннан кейін мүмкін, себебі олар ойлайды, сен 4-ші курс бітіріп қойдың, сен Америкада қалып қаласың, сол үшін саған визаға одобрение бермейміз деп. Бірақ то же самое, ішіндегі уверенностьке байланысты. Мен сол 3-ші окошқа кірдім, мен сол күні дайындалып барғам, себебі мен ойладым, шынымен сенімділік қатты әсер етеді деп, и американецтер яркий адамдар жақсы көретін шығар деп, мен, бүкіл жағдайды жасағым ғой, полностью костюм, андай официально киініп бардым. Мен негізі жизни тоже сондай официально кішкене көп киініп жүрем, одан да андай официально киініп барып, шашыма үлкен укладка жасап, ерін кәсіда қызылға бояп, барып, уверенно тақ жауап беремін деп ойладым, бірақ мен ішінде қатты қорықтым. Мен ойладым, мен подругам одобрение алып қойды ғой, енді ол баратын болды да. Мен ойладым, оған береді, маған бермей қалса ше, типа, мен қалып қалдым ғой деп, мен қатты сондай өзі қорықтым да. Бірақ мен 3-ші окошқа кірген кезде андай уже кіре салып позор болып, ана жерде ол қолын қойды десе басқа қолымды қойып, уже тупить етіп бастадым. Бірақ мен барынша шуткаға айналдырып бастадым да, типа, ой деп андай харизмамды алып кетуге тырысып солай істедім. И солай мен сұрақтар, маған бір-ақ сұрақ қойды. 2 сұрақ қойды. Қай универде оқисың? Яғни мамандығың қандай деді. Мен соған жауап бердім. Мен сол кезде просто Асфендияровта оқимын деп жауап берген жоқ. Мен мамандығым жайлы айтып бердім. Мысалы, фармацевт болып істегім келеді, потому что мен жаңағы денсаулығы төмен адамдарға көмектескім келеді. Онымен қоса мен маркетингті жақсы көрем. Болашақта ойлап отырмын, екеуін қосып, 2 сфераны бірге қосып үлкен бизнес ашам деп, қысқаша емес, толық былай жауап бердім да. И ол кісі уже мен көріп аттым, былай қолын қойып, болса печать қояйын деп жатқан. Екінші сұрақ, печать қоймас бұрын былай қойды, қай штатқа бара жатқанымды білесің ба деген. И мен мен осылай осы штатқа бара жатырмын, менің жұмысым осы деп тағы да кішкене үлкенірек жауап беруге тырыстым. И ол уже маған сіздің визаңыз деп одобрение берілді деп айтқан кезде деп кеттім. И осылай визадан шықтым. Енді осы тұста сіздер енді виза кірмес бұрын бәрібір оның құжаттарын дайындау керексіз. Ол құжаттар тізімін сіздерге компания береді. Компания арқылы екеуіңіз бірге жүріп құжаттар жинап өткізесіздер. Және де визадағы тағы бір сұрақтарды зерттеңіздер, қандай сұрақтар көп қойылып жатыр. Енді сіз мысалы бір ай болады да, ол 2 ай, 1 ай болады да. Сіз ең бірінші поток болып кіретін болсаңыз, өзіңіз енді басқа, мысалы мен сияқты кіріп кеткен алдыңғы жылғы адамдардың сұрақтарын зерттейсіз. Енді ал егер сіз 2-ші, 3-ші поток болып кіретін болсаңыз, онда 1-ші потокқа қандай сұрақтар көп қойылды, соны қараңыздар, күнде дайындалыңыздар. Себебі қанша жерден ағылшыныңыз күшті болып тұрса да, сіз өзіңізге сенімсіз болсаңыз, өзіңіз қайда бара жатқаныңызды білмесеңіз, не жауап беретініңізді білмесеңіз, мен ойлаймын, сізге бәрібір отказ болуы мүмкін. Сондықтан да ең бастысы сенімділікті жақсарту керек, потом барып уже сұрақтармен дайындалу керек. Осы сұрақ, қанша теңге, қанша доллар құрттым, осының бәрін жауап беретін болсам, осы жерге жазып алған едім, сондықтан қарап айтайын. Жалпы мен программаға $2500 төледім. Бұл дегеніміз $700 3 ай ішінде төледім. Алғашқы мен октябрьде ма, сентябрьде ғой деймін, неге тапсырдым opportunityға. Ол кезде 3 ай ішінде $700 тауып беру керек болдым. $700 ол кезде 408 мың теңге болды. Ол бірінші взнос. $2500 сразу төлемейсіз, 2-ге бөліп төлейсіз. Біріншісінде 3 ай аралығында, екіншісін ноябрь және апрель айларының ортасында төлеу керек болды. Ол $1800. $1800 ол кезде 850 мың теңге болды. Және де 120 мың теңге ең бірінші сол күні барып консультация алып, мен opportunityға кірдім деген кезде алғашқы бірінші, екінші күнде төледім. 120 мың теңге төлеу керек болды негізі, бірақ мен 60 мың теңге төледім ғой, себебі мен жанымда подружкамен бірге кірдік. Если екеуің подруга болып бірге кіретін болсаңдар, онда бізге сондай скидка болды, солай мен 60 мың теңге төледім. Келесінде 500 мың теңге менде билетке кетті, ол туда обратно. Мен мысалы
Түркістаннан ұштым, өйткені менің подругам Түркістанға билет алып қойған болатын, сондықтан мен Алматыдан Түркістанға барып, Түркістаннан Нью-Йоркқа ұштым. Бірақ сол кезде тоже билеттер бағасы ойнады, қатты ойнады. Мысалы, тоже лотерея сияқты. Мен сол 30 күні визаға кіріп шыққаннан кейін билет алайын деген кезде, ол кезде 800 мың теңге болып тұр. Тура менің подругам алған рейс. Бірақ ертесі күні қараған кезде ол 500 мың теңге болды. Так что ол үлкен роль ойнайды. Бірақ мен алып қойғаннан кейін уже Алматыдан Нью-Йоркқа тікелей Алматыдан ұшу тоже 400 мың сондай ойнатты. И мен кішкене ойланып қалдым, деп. Сондықтан да билет тоже маңызды, оның бағасы тоже маңызды. Яғни сіздер қай күні алатындарыңыз тоже ойнайды роль. Консульствоға мен $220 төледім. Визаға кірмес бұрын соған ақша төлейсіздер. Ол менде $220 болды. 500 және де сызықша 500-1000 карман расходқа кетеді. Яғни сіз ең бірінші Америкаға барған кезде бәрібір сіз кіре салып жұмыс істемейсіз. Бірінші Нью-Йоркқа барасыз. Нью-Йорктан кейін ол жақта жүресіз. Одан кейін барып өзіңіздің жаңа қалаңызға барасыз. Сіз барып тағы анау-мынау заттарыңыз жасайсыз, ID жасайсыз, бүйтесіз. Получается, барғаннан сразу жұмысқа кіріп кетпейсіз, да, бір 2-3 күннен кейін кіресіз. Одан кейін барып уже зарплатаңыз келесі аптада түседі. Енді сіз сол апта аралықта бәрібір өзіңіздің ақшаңызға күн көру керексіз. Мен 700 мың теңге апардым. Алғашқы аптасына сондай сума апардым. Бірақ ол маған былайынан жетті, даже артылып қалды. Екінші аптасына уже зарплатамен бірге. Сондықтан 500 және де $1000 аралықтарында апарсаңыздар болады. Бәрін қосқан кезде менде 2.500.000 теңге сондай шықты. Бүкіл карман расходтарымда плюс-минус жетуі де мүмкін, жетпеуі де мүмкін. Сондай ақша кетті. Бірақ енді осы ақшаны ақтап аламын ма деген сұраққа жауап беретін болсақ, 100% иә. Мен өзім ақтап алдым. Соны кеткен ақшамды ақтап алдым. Оның үстінен тағы да мен өзіме iPhone 16 Pro алдым. Одан кейін менің семьямда қаншама адамдар бар, мен бәріне сыйлық алдым. Даже кішкентайлардың бәріне брендтер алдым деген сияқты. Өзім полностью брендке көштім. Әртүрлі заттар сатып алдым деген сияқты ғой. Яғни мен өзімнің ақшамды ақтап алдым. Одан кейін саяхатқа келетін болсақ, программа біткеннен кейін сіз 3 ай жұмыс істейсіз. 3 айдан кейін уже сентябрьдің 1-нен бастап официально жұмыс жасамайсыз. Бірақ андай адамдар болды, бір апта қалып неофициально жұмыс жасайтын. Соңғы 1 ай, 3 ай мысалы жұмыс істедіңіз, 1 ай саяхаттайсыз. Біз 1 апта ғана саяхаттадық қой деймін. 3-4 күн ғана, 5-6 күн. Ладно, 1 апта саяхаттадық. Біз бірінші Флорида штатына Орландоға бардық. Диснейді көрдік, Universalды көрдік деген сияқты ғой. Одан кейін уже Нью-Йоркқа бардық. Нью-Йорктан кейін уже үйге қайттық. Получается, мен 2 штатқа бардым и Чикагоға жұмыс уақытына барып келдім деген сияқты. Бірақ бізде болды, мысалы, батысқа тур жасады көп адамдар. LA-ді көрді деген сияқты, мен ол жаққа барған жоқпын. Получается, сіз өзіңіздің тапқан ақшаңыз жаңағы саяхатқа да кетеді. Егер сіз үшін сіздің мақсатыңыз ақша табу болатын болса, онда ешқайда саяхаттамай, сразу үйге ақша алып келсеңіз болады. Ал егер жоқ, мен үшін эмоцияның адамымын, мен саяхаттан көремін деген адамға, пожалуйста, тапқан ақшаңызды саяхатқа құртсаңыз болады. Мен бір жұмыспен осылай тауып отырсам, елдер екінші жұмыс тағы қосып алып, көптеген ақша жасап келгендер бар. Сондықтан да ол сізге байланысты. Бізде жұмыста бонустар болмады, дегенмен бізде жаңағындай әр жыл сайын лучший сотрудник, әр жыл сайын емес, сезон сайын сіздерге лучший сотрудник болғаныңыздарың үшін ақша беретін болды. И почему-то менде сондай цель болды, мен сондай лучший сотрудник боламын деп, и солай мен лучший сотрудник емес, просто free sample жаңа көп қатыстар беретін, сол үшін мен жаңағы күшті клиенттерге қызмет көрсеткен үшін деп $300 ұтып алғанмын. Және де әр апта сайын лучший сотрудникті анықтап отыратын, оған тағы да $50 ұтып алдым. $150 солай кетті. Және де менде күнделікті типтарым средний, мысалы, средний деп алған, минимум деп алған, мысалы, $30 болатын болса, $90 дейін солай $100 кете беретін. Яғни менде екінші жұмыссыз-ақ осылай программаны ақтап алдым. Яғни бару, конечно же, стоит. Соңғысына келетін болсақ, ақшаны ақтап алдық, бірақ бару стоит па деген сұраққа келетін болсақ, әрине 100%, себебі сіз бүкіл жауапкершілікті сезінесіз, сіз өсесіз, сіз басқа әлемді көресіз, басқа әлемнің культурасы, мәдениетін көресіз. Бірақ барып алғаннан кейін полностью жұмысқа кіріп кетпеңіздер.
ақшаң көп болады, күшті, бірақ мен мысалы өзім мен ойлаймын, мен work and travel'дың бүкіл несін пайдаландым деп. Себебі мен бүкіл вечеринкаларды көрдім, американский вечеринкалар не екенін көрдім. Менің бүкіл әртүрлі елдерден достарым пайда болды, түріктер де болды, Эквадор, Хорватия, көп филиппинкалармен вообще күшті араласып кеттік. Біз бір-бірлерімізді қонаққа шақырдық, олар өздерінің тамақтарын дайындауға келеді, біз тамағымызды дайындап барамыз, бір-бірімізге ту сыйлыққа беріп, олар өздерінің валюталарын бізге беріп, біз оларға теңгенің не екенін көрсетіп, тіпті маған келіп тиктоктан қазақша мәтелдерді көрсетіп атты да, міне қазақша осындай ма деп. Адай өте күшті опыт та ол. Сіз басқа ұлттың қандай екенін көресіз, сол ұлттың мәдениетімен танысасыз. Ол былай тұрсын Американы көресіз да, ал американецтер өте вообще басқаша адамдар да, олар өте эмоциональный. Или мен өзім андай эмоцияға толы адам болғаннан кейін, маған оның бәрі қызық болғаннан кейін, маған 2 есе 10 есе қатты әсер алған шығармын. Бірақ шынымен егер сіз әлемді көргім келеді, адамдар қандай екенін көргім келеді, мен өзімнің зона комфортымнан шыққым келеді десеңіз, сонда барыңыз. Және де сіз барып келгеннен кейін де болады, адамдар жалып қалуы мүмкін, бірақ ашылып, мен мысалы өзім ашық адам, бірақ барып келгеннен кейін одан ары ашылдым да. И мен қазір Америкадан кейін маған уже ештеңке андай шектеу емес та. Мен Американы көріп келдім, болды, бітті. Мен енді бәрін қырып жоя аламын деген менде үлкен потенциал пайда болды да. Өйткені мен өзім цель қойдым, сол цельға жеттім, және де жетіп еще келіп отырмын деген ойлар пайда болады. Сондықтан да ештеңе қиын емес, ештеңе миыңызға қиын деп қабылдамаңыз. Просто сеніңіз өзіңізге, сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Американы барып көріңіз. Әрбір адам, әрбір студент осы программаны пайдалану керек деп ойлаймын. Осымен менің видеом аяқталды. Егер сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де егер сіздердің сұрақтарыңыз пайда болса, төменге сұрақтарыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Менің инстаграмға тіркеліп алсаңыздар болады. Ол жақта Америка жайлы салам деп айтпай қояйын. Просто өзімнің өміріммен бөлісемін. Сондықтан тіркеліп алыңыздар. Және де келесі видеоларда кездескенше, всем пока.